Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Сәлем достар! Бұл видеода киви жайында өте пайдалы әрі көп адамдар біле бермейтін құпиясы жайлы айтылады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, құнды ақпарат алыңыз. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек-қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдаласаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуызды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгішті қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны жөн. Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады екен. Оны жаңа зеландықтар ақш-та тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған деген атауын өзгертіп, киви фрут деп атады. Бастапқы атауын өзгерту себебі сол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге деген қымбат ақы. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционер шығарған кивино сортын. Кивиноның қабығы жұмсақ келеді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалайды. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Киви жемісінің құрамындағы флавоноидтер мен каротиноидтердің онкоциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен, киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинині импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданады. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға өтейді.
Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар, С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ, киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Құрамында серотин көп. Киви жемісінде серотиннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек, тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотиннің есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылтатудан, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлдеқайда пайдалы. Асқазанға пайдалы. Рефлюкс, жара және гастрит қалыптасуына кедергі болады. Киви әсіресе сілтілік негізде болғандықтан асқазанның саулығын сақтау үшін де пайдалы. Теріге пайдалы. Киви теріге дос жеміс. Теріде коллагенді арттырып, терінің қартаю белгілерін азайтады. Терінің ылғалдылық балансын сақтайды. Сүйектің денсаулығы үшін пайдалы. Киви құрамындағы К дәрумені сүйек үшін пайдалы. К дәруменімен қоса кальций және фосфор сүйектерді нығайта түседі. Жас ұлғайған сайын остеоклаздан сақтану үшін киви жеу керек. Су қамдайды. 90% судан тұратын осы жемістің дененің температурасын сақтауда, тері ауруларын емдеуде және ас қорытуда маңызды фактор екенін ұмытпау керек. Денсаулық жағынан осы жақсы әсерлердің денеге қамдалуы үшін күніне орташа 2 дана киви жеу жеткілікті. Киви жегенде қандай тақырыптарға назар аудару керек? Аллергия. Кивиге аллергиясы бар адамдарда құсу, теріде қабыну, шаш түсуі, тіл, ауыз және ерінде қышыну, тыныс алу қиындап, беті ісіп, бас айналу болуы мүмкін. Құрамында калий бар дәрі қолданып жүрген болсаңыз, киви құрамындағы калий артық болуы мүмкін. К дәруменіне бай кивидің тұтынылуы қан сұйылтқыш қолданатын жүрегі ауыратын науқастарға кеңес берілмейді. Достар, бүгінгі видеодан құнды ақпарат алдыңыз деген ойдамын. Егерде видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Ал егерде каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, мені жоғалтып алмауыңыз үшін қоңырау белгісін баса кетіңіз.